Қайырлы күн достар, мен бүгін осындай өте дәмді пальчик я ближешь помидорын жабатын боламын. Керекті заттарымды дайындап қойдым. Банкамызды алдын ала стерилизовать етудің керегі жоқ. Тек қана крышкаларын ғана стерилизовать етеміз. Енді менде осы литровый банкаларға 2 бас чеснокты осылай турап, 10 шақты бұрыш қосам, және 2 ас қасық сұйық май құям. Және осылай помидорларымды бөліп қойдым, соны салып шығамын. Барлығын салмаймыз, осылай бір 3-4 саламын. Мен 3-4 салдым. Енді ас көк саламын. Ас көктен кез келгенін салуға болады. Петрушка, укроп, менде жасыл жуадан салдым. Және пияз саламыз. Пиязды осылай міне дөңгелектеп тураймыз. Бір 2-3 саламыз. Бір ас қасық, шай қасық тұз саламыз, және бір ас қасық қант саламыз. Енді қайрадан помидорларымызды салып шығамыз. Барлық грамдап қанша салған барлығын описанияда қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менде каналымда өте ерекше, қызықты рецепттер болады, оригинал рецепттер болады. Соны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Не қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді қалған банкаларымызды жаңағыдай осылай кезек-кезегімен салып шығамыз. Дәмі өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Суды алдын ала қайнатып қоямыз. Ыстық суымыз керек. Қайнап тұрған. Менде бұл 10 помидор. 10 помидордан литровый банкадан менде 3 банка шықты. Мына жерде менде соғып тураған биязымыз сыймай қалғандықтан кішкене ортасына бөлдім. Енді қайнап тұрған суларымызды құйып шығамыз. Крышкаларын жай үстіне қоямыз осылай. Енді ыдысымызды жаңағы қайнататын кастрөлді алдым мен. Ішіне су құйдым осындай. Және астына орамал салып, банкаларымызды қойып, бірге қайнататын боламыз. Міне енді қайнағанын күтеміз. Мен суым қайнады. Енді осы қайнағаннан 10 минут қарап тұрыңыздар. 10 минут қана қайнатамыз. 10 минут қайнат болғаннан кейін шай қасықтың жартысын қасық уксус құямыз. Және крышкаларымызды осылай жауып шығамыз. Помидормен қоса мен огурцы жауып жатырмын. Оның да рецептісі шығатын болады. Жіберіп алмаңыздар. Міне барлығын жауып шықтым. Қараңыздар, қандай әдемі. Дәмі де өте күшті болады. Енді осыны жылы көрпешенге орап, бір сутка қойып қоямыз.
дайындап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.